Сәлем достар, бүгін біз Қазақстанның ең танымал 10 адамын анықтаймыз. Бұл тізімде әлемге әйгілі әншілер, спортшылар және саясаткерлер бар. Ал бірінші орынды алған адам сізді таңғалдыруы мүмкін. Ендеше кеттік. 10-шы орында Иманбек Зейкенов. Ол Қазақстанда әлемдік музыка сахнасына шығарған танымал музыкант әрі диджей. Оның Saint John әніне жасаған ремиксі бүкіл әлемге таралып, миллиондаған тыңдарман жинады. 2021 жылы Иманбек Грэмми сыйлығын жеңіп алып, бұл марапатқа ие болған. Алғашқы қазақстандық атанды. Оның жетістігі көптеген жастарға шабыт берді. 9-шы орында Бибісара Асаубаева. Ол Қазақстанның ең танымал шахматшыларының бірі. Жас болса да халықаралық турнирлерде көптеген жеңіске жетті. Бибісара әлемдік рейтингте жоғары орындарға көтеріліп, Қазақстанның атын әлемге танытып жүр. Ол көптеген жастарға үлгі болып келеді. 8-ші орында Данияр Елеусінов. Ол Олимпиада чемпионы және Қазақстанның ең мықты боксшыларының бірі. Данияр халықаралық ареналарда еліміздің намысын қорғап, көптеген маңызды жеңістерге жетті. Оның еңбекқорлығы мен тәртібі жас спортшыларға үлгі болып табылады. 7-ші орында Нұрлан Сабуров. Ол Қазақстанда туып, кейін бүкіл ТМД елдеріне танылған стендап комикке айналды. Оның әзілдері миллиондаған көрермен жинап, концерттері көптеген елдерде өтеді. Бүгінде Нұрлан Сабуров ең танымал қазақ әзілкештерінің бірі. Ол өз еңбегі мен талантының арқасында үлкен жетістікке жетті. 6-ші орында Елена Рыбакина. Ол Қазақстан атынан өнер көрсететін әлемге әйгілі теннисші. 2022 жылы Уимблдон турнирінің чемпионы атанып, тарихқа енді. Оның жеңістері Қазақстандағы теннистің дамуына үлкен әсер етті және көптеген жас спортшыларға мотивация берді. 5-ші орында Тоқтар Әубәкіров. Ол Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. 1991 жылы ғарышқа ұшып, қазақ халқының тарихында ерекше орын алды. Тоқтар Әубәкіров көптеген жылдар бойы авиация саласында қызмет етіп, еліміздің мақтанышына айналды. 4-ші орында Илья Ильин. Ол Қазақстан тарихындағы ең танымал ауыр атлеттердің бірі. Илья Ильин бірнеше рет әлем чемпионы атанып, Олимпиада ойындарында жоғары нәтижелер көрсетті. Оның жетістіктері Қазақстан спортының дамуына үлкен үлес қосты. Бүгінде көптеген жас спортшылар оны өздеріне үлгі тұтады. 3-ші орында Геннадий Головкин. Ол әлемге әйгілі қазақстандық боксшы. Өзінің мықты соққылары мен әсерлі жекпе-жектері арқылы миллиондаған жанкүйер жинады. Көптеген жылдар бойы әлем чемпионы атанып, Қазақстанның атын бүкіл әлемге танытты. 2-ші орында Қасым-Жомарт Тоқаев. Ол Қазақстан Республикасының президенті. Көп жылдар бойы дипломатия саласында еңбек етіп, халықаралық деңгейде танымал тұлғаға айналды. Ол бірнеше тілді еркін меңгерген және Қазақстанның әлемдегі беделін арттыруға үлес қосып келеді. Димаш Құдайберген. Ол ерекше дауысымен әлемді таңғалдырған әнші. Димаштың жанкүйерлері Азияда, Еуропада және Америкада бар. Оның концерттері мыңдаған көрермен жинайды. Бүгінде ол Қазақстанның мәдени елшілерінің бірі саналады. Осымен топ 10 аяқталды. Ал сіз бұл рейтингпен келісесіз бе? Бірінші орынға кімді қояр едіңіз? Пікірге жазыңыз және 100 теңге арнасына жазылуды ұмытпаңыз.